Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қорықта, в заповеднике. Бүгінгі сабақта марал туралы оқимыз, сандарды оқып жазуға үйренеміз. Ребята, сегодня на уроке вы узнаете о маралах. Будете учиться читать и писать цифры. Ал енді балалар, бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен танысайық. Қорық, заповедник, мүйіз, рога, еркін жүру, свободно ходить, свободно перемещаться, жайлу, пастись, қоршау, ограждение, өсіреді, выращивают. Балалар, тағы бір мәрте қайталайық. Қорық, мүйіз, еркін жүру, жайлу, қоршау, өсіреді. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар, естеріңе сақтаңыздар. Ал енді балалар, жаңа сөздерді сурет арқылы есте сақтайық. Мүйіз, жайылу, қоршау. Ребята, запишите новые слова в словарь и запомните их. Ал енді балалар, екінші тапсырманы орындаймыз. Мәтінді тыңдаймыз, оқимыз. Бүгін анам екеуміз тау жаққа келдік. Мұнда марал өсіреді. Марал бұғының бір түрі. Бұл аймақта 8 шаруашылық бар. Қатон-қарағай қорығында маралдар өте көп. В Катон-Карагайском заповеднике очень много маралов. Олардың салмағы, их вес 300 килограммға дейін барады. Анам маралдарға сырға салады. Марал бұғының бір түрі. Маралдар жазда еркін жүруді ұнатады. Біз жайылатын аймақты қоршап қойдық. Туыстарым оларды тікұшақпен бақылайды. Әрине, бұл оңай шаруа емес. Мынау маралдар тұратын қора. Бұл жерде олар қыста ғана тұрады. Жаз төлдерді бөлек ұстайды. Қыста жануарларға дәрумендер қосылған жем беріледі. Олардың негізгі көрегі шөп, жапырақ, жидек, жаңғақ және саңырауқұлақтар. Мынау маралдың мүйізі. Мүйізі, рога. Бұл аса бағалы. Мүйізінен адам ағзасына шипа болатын дәрі-дәрмек жасалады. Мүйізді жылына бір рет кеседі. Один раз в год спиливают рога. Одан дәрі жасайды. Мүйіздері жыл сайын жаңарып өсіп отырады. Жақсы балалар, енді өздеріңіз тағы бір мәрте мәтінді аудармасымен оқыңыздар. Ребята, можете приостановить видео, прочитать еще раз текст с переводом. Балалар, мәтін не туралы болды? Мәтін марал туралы болды. Ребята, мы сегодня на уроке узнали о маралах, да? Жақсы балалар, енді мәтін түсініп оқысаңыздар, келесі тапсырманы орындайық. Если вы поняли содержание текста, давайте попробуем выполнить следующее задание. Үшінші тапсырма, сұрақтарға жауап бер. Маралдың салмағы қанша болады? Сколько весят маралы? Маралдар жазда қалай жүруді ұнатады? Маралдар немен қоректенеді? Чем они питаются, маралы? Или чем питаются маралы? Маралдың мүйізінен не жасалынады? Что изготавливает из рук марала? Это задание отправляйте голосовым сообщением учителю. Ал енді балалар, сан есімдерді еске түсірейік. Давайте вспомним числительные. Қандай сан есім түрлерін өттік? Есептік сан есім және жинақтық сан есім. Есептік количественные, жинақтық собирательные числительные. Есептік сан есім қандай сұраққа жауап береді балалар? Неше, қанша.
Количественный числительный у нас отвечает на вопросы неше. Балалар, бұл не? Иә, бұл марал. Суретте неше марал, балалар? Иә, 5 марал. Неше қоршау? 2 қоршау. Неше саңырау құлақ? Неше мүйіз? Осыған өздерің жауап беріп көріңдер. На эти вопросы попробуйте сами ответить. Неше саңырау құлақ, неше мүйіз? Ал енді балалар жинақтық санесын қандай сұраққа жауап береді? На какой же вопрос отвечает жинақтау санесімі собирательное числительное? Иә, нешеу, сколько? Қазақ тілінде неше жинақтық санесім бар. Ребята, давайте вспомним, сколько собирательных числительных в казахском языке. Иә, жетеу, иә, их всего 7. Ал енді мына сұрақтарға жауап беріңдер. Бұл суретте марал нешеу? Марал 5. Қоршау нешеу? Қоршау 2. Балалар, саңырау құлақ нешеу? Мүйіз нешеу? Осы сұрақтарға өздерің жауап беріңдер. Ребята, на эти вопросы ответьте сами письменно в тетради. Есте сақтайық, давайте запомним. Балалар, сандарды еске түсірейік. Давайте вспомним цифры 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ребята, обратите внимание, как произносятся эти цифры и как они пишутся. Запомните их. Есте сақтаңдар. 12, 12. Вначале говорю 10, 12, 12. 25. 25, как в русском языке. 25. 25. 30, 3. 30, 30. 3, 3, 33. 46, 46. 46. 94, 94. 200, 200. Вначале говорим 2 и потом 100. 200. 310, 310. 310. 524. 5 и 100, 524. 24. Балалар, сан есімдерінің қалай айтылатынын, жазылатынын есте сақтаңдар. Ребята, запомните, как произносятся цифры и как они пишутся. Түсінікті болса, келесі тапсырманы орындайық. Если вам все понятно, если вы поняли, давайте выполним следующее задание. 6-шы тапсырма. Сандарды сөзбен жаз. Ребята, вам нужно цифры написать словами. Это задание письменно выполняйте в тетради. Жақсы балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.